Достар, біз бүгін 12-ші мектепте өзіміздің мектепте алғаш рет видео түсірдік. Яғни бұл біздің каналда жаңа рубрика болып табылады. Ал бұл видеоны түсіруіне сіздер түрткі болдыңыздар, себебі сіздің жақсы пікірлеріңіз бен лайктарыңыз бізді осы видео түсіруіне бағыт берді. Жайлы ауданы номері 12-ші орта мектепте, яғни біздің мектебімізде бекеттер сайысы болады. Және де біз сол бекеттер сайысындағы көріністерде кезек берейік. Директормен сұхбат жүргізген болатынбыз. Тамашалайық. Сәлеметсіз, Қайрат Үсенұлы. Сізді жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге осы 2017 жылы табысты жыл болған білеміз, және де 12-ші мектеп үшін, және де ұжымдастарымыз үшін табысты жыл болған білеміз. Осы сіз 2017 жылдың аяғында, яғни желтоқсан айында сіз үздік жаңашыл идея номинациясын ұтып алған болатынсыз, яғни жеңіп алған болатынсыз. Ал осы жылы, яғни 2018 жылы қандай жоспарланған тың идеяларыңыз бар? Сол жайлы айта кетсеңіз. Рахмет. Жалпы 2018 жылдан біз жаңа идеямызды жүзеге асырып бастадық. Оның ең басты өздеріңіз көріп отырғандай номер 12-ші орта мектептің баспасөз орталығы ашылды. Бұның енді ой түрткі болған бұны ашуға әрине сіздерсіздер. Мен мысалға біздің 12-ші орта мектептің әлеуметтік желілерде өзінің Facebook, Instagram, YouTube парақшаларының барлығы бар. Сонда мен ең көп осы мектепті салған кезде көп дауыс жинаған, яғни просмотр деп айтады, соның көрермендері 1000 болған. Сол кезде мен қатты қуанып жүргенмін. Ал өткенде осы демалыс кездері қаңтардың басында сіздердің парақшаларыңызға кіріп, кенеттен 10.000 дауыс жинағандарыңызды көріп таңғалғанмын. Сіздердің өздеріңізбен шақырып алып, өздеріңізден сұрағаныңызда тіпті сіздердікі 10.000 емес 100.000
жеткенін көріп, және сіздердің тамаша роликтеріңіз бар екенін көріп, осындай баспасөзді бірден ашу идеясы басқа туындап, бүгінде ашу салтанаты отырсыңдар. Ал екінші жағымыз идеямыз бүгін бекеттер сайысын ұйымдастырдық 8 сыныптар арасында. Оған жаңа өздері куә болдыңыздар. Кешіріңіз, Қайрат Үсенов, менің бір сұрағым туындады. Бекеттер сайысының шарты неде және оның мақсаты қандай? Жалпы біз бұл сайысты осыдан 2 жыл бұрында өткізгенбіз. Дегенмен тағы қайталап жаңартып өзімізше өткіздік. 8 сыныптар арасында бұл 7 бекеттен тұрды. Оның бекеттер әр сынып жинақталып, әр бекетке өзінің кедергілері бар қойылған. Солардан өтіп барып, ең соңында осы акцияларға жиналу керек болады. 7 бекетте 7 өзінің бағасын, өзінің сынын айтып отыратын төрешілері болды. Қайрат Үсенұлы, біз жас журналистер ретінде сізге айтар пікірім, яғни сіз ең соңында бекет сайысының ең соңғы кезінде бізді акцияларға шақырған болатынсыз. Сол кезде көрсетілген бейнероликтен оқушылар өздеріне топтық жұмыстың, командалық жұмыстың қандай болу керектігін түсінді. Сол үшін сізге көп рахмет айтқым келеді. Қайрат Үсенұлы, сізге 2018 жылы табысты жыл тілеймін. Және де нөмір 12 орта мектеп осы жыл ішінде көркейіп гүлденіп өседі деген сенімдемін. Сізге, сіздің сұхбатыңызға рахмет. Сіздерге рахмет көп. Баспасөз қызметі барыңыздар құтты болсын.